жалғастығын білдіретін қазақ елі монументі ашылды. Мәдени кешеннің 91 метрлік биіктігі Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізген 1991 жылды білдіреді. Оның жоғары жағында қазақстандықтардың бұдан ары дамуына және гүлденуіне ұмтылысын білдіретін самұрық құсы, ал іргесінде қазақ жері мен қазақ халқының кешегі, бүгінгі және жарқын келешегі жайында сыр шертетін 4 бедер бейне көрсетілген. Осы жылы мейрамдар туралы заңға толықтырулар енгізіліп, Елорда күні Қазақстан Республикасының күнтізбесіндегі ресми мемлекеттік мейрамға айналды. Сонымен 6 шілде Астана күні болып бекітілді.